Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімемізді тыңдап, көпшілікке ой салар деген ойдамыз. Өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Көрікті әрі ақылды әзіл жаратқан жігіттер сізді бейне бір жай қалдырмайды. Кез келген уақытта көңіліңізді көтеріп, жан дүниеңізді қалауын көмектеседі. Қызметтік түрі ақыл екенін қоса ескертейін, осындай жарнамалар газет бетінде жиі кездеседі. Жеңіл ақшаға көп алданады. 26 жастағы еркімнен сұрап көрді. Қаржы жағынан қиындық көп болған соң амалсыздан көндім. Оның бәрі сан-салон агенттігінен басталды. Кейін жұмысымнан айырылып қалдым. Таксист болып жұмыс істеп жүрдім. Bir күні кешкісін мейрамханадан шықты болып келініп алған мас келіншек шығып, машинама отырды. Үйіне дейін жеткіп салғанда, пәтеріме кіріп мауқын бассаң $100 берем деді. Жұмысым осыдан басталып кетті. Еркіннің әке-шешесі бауырлары ауылда тұрады. Қалаға келгеніне 7 жыл болыпты. Ауқатты қыз-келіншектерге қызмет көрсеткеніне 2 жылдан асқан. Анасы мұғалім, әкесі көп жылдардан бері төсек тасып жатыр екен. Анасының табысымен әкесінің зейнетақысы күнделікті ішіп-жеуден ауыспайды екен. Сондықтан өзімді осындай ақшаға саудаласқаны келдім дейді. Еркін бірнеше кезде анасымен жасты әйелдермен төсектес болуға кәдімгідей ұялатын. Алғашқы кездері ол үлкен әйелдермен төсектес болуға батылым бармайтын, бірақ кейін бойым тез үйреніп кетті. Оның үстінде ақшасы да дәуір. Бұрынғыдай қаржы жағынан қиналмайтын болдым. Еркіннің айтуы бойынша бұндай әйелдер тек төсек үшін емес, кейде сыр шерту үшін де жатқырады екен. Ондай әйелдер көбінесе ажырасқан әйелдер екен. Кейбір сарапшылардың айтуы бойынша әлеуметтік желіде бұндай ақша табатындар өте көп екен. Сол кем дегенде сағатына 10-18-ін табады екен. Ал енді өз ақыл кеңестеріңізді айта кетіңіздер. Қазіргі жасөспірімдер жеңіл ақшаның буына буланып жүр ме?